Ассаляму алейкум, қош келдіңіз каналыма. Бүгін осындай өте дәмді тісбасарды бірге жасайық. Пицца тәріздес, өте тәтті әрі оңай жасалынады. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. Шұжықты алып, үлкен өткіштен өткізіп алайық. Өзіңізге ұнаған шұжықты алсаңыз болады. Содан кейін өткіштен сырымызды өткізіп аламыз. Барлығын описание бөлімінде жазып қалдырамын. Ыдысымызға салып алайық. Содан кейін тұзды байқап себіңіз. Шұжық, лаваштарыңыз тұзды болса, салмай-ақ қойсаңыз болады. 2 ас қасықтай майонезді салып, жақсылап араластырып алайық. Көп майонездің қажеті жоқ. Енді бізге лаваш қажет болады. Барлығын лаваштың үстіне жайып шығамыз. Осындай мини пиццаны жасайтын болсаңыз, комментария бөлімінде жазып пікірлеріңізді айтыңыз. Сізге ұнады ма, қалай болып шыққанын? Ал енді домалатқызатын боламыз. Жұмыртқаларды жарып, үстінен сәл тұз қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Қазір осыған барлығын батырып шығамыз. Домалақ бөліктерге бөлетін боламыз. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге қатты ұнайтынына сенемін. Сізге осындай видеолар ұнаса, бөлісуді ұмытпаңыз. Осындай керемет видеоларды достарыңызға, туыс-туғандарыңызға жіберіп отырыңыздар. Табамызға сұйық майды құйып, жұмыртқаның ішіне матырып алайық. Орташа отта қуыратын боламыз. 3-5 минут жеткілікті. Аударайық. Екінші жақ бетін қуырамыз. Каналымызға тіркелуді ұмытпаңыз, лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. Біздің өте дәмді мини пиццаларымыз дайын болды. Керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, жанұяңызды таңғалдырыңыз. Таңғы асқа тісбасарға таптырмайтын тағамның бірі. Менің каналымда сіздер тағамдардың түр-түрін таба аласыздар. Дәстүрлі дастарханмен дастарханыңызды жайнатып жүріңіз. Сіздермен бірге болған Алия. Қазақ каналды бірге дамытайық.
келесі видеода аман саулықпен кездескенше.